Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге идеальный бисквит жасаудағы құпияларыммен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай биік, күшті болып шығады. Кескен кезде осындай болады. Бір келкі әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысымыз таза құрғақ болу керек. Сол ыдысқа жұмыртқаларымызды салып аламыз. Үлкен болса 4-еу, кіші болса 5 жұмыртқа салып, үстінен қантымызды саламыз да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Шамамен 5-6 минут шамасында осындай күшті болып көтеріліп, аппақ болып шығу керек. 2-3 есеге көлемін ұлғайту керек. Он мен разрыхительді осылай електен өткізіп, 2 немесе 3 рет бөліп қайталап, лопатка немесе қасықтың көмегімен осылай араластырып аламыз. Барлық ұнды бірден салуға болмайды, себебі тестаңыз көтерілмей басылып қалуы мүмкін. Сосын осындай 20 немесе 22 диаметрлік формада құйып пісіріп аламыз. Осылай тестаның биіктігін басып алмай байқап құямыз. Бетін тегістеп, столға табамызды ұрғылаймыз. Сол кезде бисквит бір келкі болып шығады. Алдын ала қыздырылған 160 градустағы пеште пісіріп аламыз. Бисквит піскен соң бір түнге тоңазытқышқа салып қойыңыздар, сосын осылай кескенде ыңғайлы болады. Алдымен шетінен 1-2 см пышақпен кесіп алып, кейін сол жерден жібімізді осылай айқастырып өткізіп, жіппен кессеңіздер ровно болып кесіледі. Мен 3 бөлікке бөлдім, 3-еуін де осылай кестім. Өте әдемі бисквитіміз осымен дайын. Кез келген кремді қолданып, торт жасай берулеріңізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар, өте оңай дайындалынады.